Лукашенко, Трамп, Ши Цзиньпин, Тоқаев туралы бір қызық әңгіме айтайын. Бұл енді Лукашенко аяқ астынан осы ай кіре сала Пекинге ұшып барды. 30 жыл билеген кезінде өзі 20 мәртеге жуық Қытайға барған Лукашенко екен. Енді қызық болғанда Ши Цзиньпин оны бейресми түрде қабылдапты. Ресми мемлекеттік сапармен келді делінген Беларусьтың ағылшын тілді ақпараттарында ойбай Лукашенко жаңа сауда министрі бар, анау бар, мынау бар, дөкей ғайсығайларды бастап осындай мемлекеттік іс-сапарменен барды дейтін ақпаратты шулатып жатқанда, Қытайда ол тіпті жай ғана Ши Цзиньпин сол анау Жуңнанхай дейтін басшылар тұратын үйде кезіндегі Шүршіт патшасынан қалған орданың ішінде Лукашенконы қабылдады. Екі тарап алдымен шай ішті, сосын ақ болды, сосын достық бейнеде тамақтанды, ақалай көкалай деген әңгіме болды. Қытайдың бүкіл медиасы бұл туралы өте бір елеусіздендіріп, максимал деңгейде бұл оқиғаны сондай бір мән бермей хабарлайды. Ши Цзиньпин болғалы, ол бір жерге барып бір тал ағаш егіп қойса, ол бір жерге барып біреумен кезігіп қойса, Қытай медиасында ешқашан мұндай құбылыс болмаған. Енді осыны Беларусьтың медиалары менен Ресей медиаларының жазғанында бұны мемлекеттік сапар дейді, ал артынан Лукашенконың Қытай медиаларына берген сұхбатында бұны достық қарым-қатынасында отбасылық кездесу сипатында болды дейді, бірақ Лукашенко де қатынын алып келмеген. Бастапқы олардың хабарында бұл қызметтік мемлекеттік іс-сапар деген болды. Ши Цзиньпин оны сол арада қабылдапты. Ол Лукашенко барып 3 күнге дейін Қытайдың ақпаратында айтылмайды. Сонда ол арақ ішіп, мас болып, Қытайдың жаңа қисық көз қыздарын құшақтап жатты ма, ол ешқандай 3 күн бір мемлекеттің басшысы Қытайға барып, үн түн жоқ мемлекеттік медианың ақпараттарында ештеңе айтылмау дейтін, ол бұрын соңды ондай әңгіме болған жоқ. Демек, менің өз ойым, мынау Путин үлкен соққыға ұшырады. Әуе күштерінің міне 41 ұшағы құлап, 4 әуежайы құлап. Міне бүкіл Ресейдің бомбалаушы әскери жаңағы күшінің 3-тен 1 жоқ болып, өсті быт-шыт шығып тұрған кезде, Қытай тараптан келетін бір ірі көмек пе, уәде ме, келісім шарт па жоқ. Ши Цзиньпинде үн жоқ, түн жоқ. Міне бүкіл дүнияның ақпараты шулап жатыр. Ши Цзиньпин үйғамақты екен, мырзағамақты екен. Ши Цзиньпин биліктен кетіп қапты. Ши Цзиньпин қазір қуыршақ екен деген сияқты әңгіме. Соны Путин айтты. Бар да біліп келші, сол иттің баласы не болды? Мынау Украин битіп бара жатыр. Сен білде маған нақтылы өз көзіңмен көріп қайт деді. Бұл бірінші әңгіме. Екінші бір болжал, бұл Қытай тарап Ши Цзиньпин әлі аман деген жалған ақпаратты шетелге көрсетте тұру үшін екеуін кезіктірді. Бірақ кезіккенде Ши Цзиньпиннің ешқандай бір қызыл кілеммен күтіп алып, жаңағы мемлекет басшыларымен кездесетін орталарда кезікпей, жай үйде кездесуі. Бұл енді сөздің шыны, ол Жуңнанхай дегенмен, Жуңнанхайда сол кезінде Шүршіттің патшалардың қатын бала шағасы тұрған, кейін ол жерде Мао Цзедун тұрған, кейін ол жерде Хрущев пен Маудың соғысып, айқайласып қалатыны сол жерде болған. Бұл жерде біраз әңгіме бар. Негізі сол Ши Цзиньпин сол билігінен айырылып мырзағамаққа түсіп қалды. Қазір оны тек қуыршақ қылып қана адамдармен кездестіріп тұр дейді. Енді осыған сенсек, онда Лукашенкодан кейін Путин онда Тоқайды ма тағы бір күшігін жібереді. Сен барып бұдан да бір деректі, бір тағы басқа деректі алып кел, не менің мынандай сөзімді жеткіз, не Қытайдың тағы бір элитасына егер Ши Цзиньпинді бүйтетін болсаң, онда біз тарапынан мындай болады. Енді жаңадан келгенің сол Ши Цзиньпиннің уәдесін орындайсың деген сияқты талапты қойғызуы мүмкін. Және бір Путин үшін алғанда Ши Цзиньпин ең қолайлы. Ал Путин Қытайдың билігіне
Еуропашыл, Америкашыл, немесе реформа есік ашатын, Еуропа, Американың нарығынан ақша табатын есі дұрыс, есі ақылы дұрыс Қытайдың келгенін қаламайды ол сөздің ішінде. Оған осындай есерсоқ жынды дүлей жаңағы дүлей болғанда да дүлей қысқасы өлерін білмей орыстың сасық қолтығына басын тығатын Ши Цзиньпин сияқты есек бас керек. Сондықтан Ши Цзиньпиннің үйғамаққа түсуі Путин үшін алғанда зор жоғалту деп. Путин қысқасы Путин енді бармағын соңғы қалған бір тал бармағы болса соны шайнап сасық водкасын ішіп түңіліп жатыр ау енді мен ойлаймын. Менше солай болды. Енді бір кеше түнде жас тоқалын құшақтап жатқан Трамп енді таңертең сол қатшысы оятқанда тұрса керек еді. Түнгі сағат 2-ден 17 өткенде ана өзінің Truth Social медиасында жазыпты. Мен Ши Цзиньпинді күттім, бірақ ол енді өте қиын адам. Онымен бір шаруа бітіру қиын. Мен оны жаңағы жақсы көремін, мен оны мәңгі жақсы көремін деп жазып қойды. Тіпті бұлай қарасаң, Трамптың бұл сөзі бір қыз жаңағы жігітін аңсаған қыз сені жақсы көрем, мәңгі сүйем, мәңгі жақсы көрем дегенде, немесе бір жігіттің, жігіт деген қыздың дейікші, бір ғашығына жазғаны сияқты да, сен маған қарамай қойсаң да мен сені сүйе берем, жақсы көре берем, сен мені битсең де деген сияқты бір ғашықтық қатқа ұқсаңқырайды да. Оны енді алды да бүкіл солшыл радикал медиалар Ши Цзиньпин Трамптың аузынан қайтып кетті. Елегенде жоқ, ескергенде жоқ. Ол міне түннің бір уағы зарығып Ши Цзиньпиннен телефон күтіп тұр. Ши Цзиньпин оны қыстырғанда жоқ деп езіп кетті. Бірақ мен ойлаймын, Трамптың оны жазғаны, ол енді жуырда мен саудада келісейін деп едім, Ши Цзиньпин келіспеді. Демек, Ши Цзиньпин сол Америкамен сауда істейтін ниеті жоқ. Ол қысқасы Қытайды құрдымға сүйрейді деген сигналды осы пост арқылы Қытайдағы Ши Цзиньпинге қарсыларға көрсетіп отыр. Мен келісімге келмекшімін, мен сауда жасамақшымын. Бірақ анау саудада керек жоқ, ақшада керек жоқ, оған сол Путиннің есерсоқтығы, жындылығы керек дегенді айтып отыр. Екіншісі, ол енді Қытайға қарсы бірден істеуі мүмкін. Үшіншісі, ол осы Truth Social'дағы осы мен оны жақсы көре беремін деген сөз арқылы бейне бір өліп қалғанда бір сағынышпен айтасың ғой, ол біздің жүрегімізде қала береді деген сияқты, мысалы. Ана сөзінен бір тіке айтқан жоқ, Трамптың бүкіл сөзі осындай бір астарлы, ілмекті болып келеді. Ол сөз астында сөз жасырып жазады ол. Ол қысқасы Ши Цзиньпин кетті, қоштасау бол, Ши Цзиньпин заманы аяқтады дегенді де бейресми түрде білдіретін сияқты. Өз дүниеде жағдайлар қызық болып жатыр. Баяғыда 10 ай 10 жылда әрең болатын өзгерістерін қазір осы көзді ашып жұмғанша болатын болып кетті ғой. Өз дүние қызық болып бара жатыр. Не болса да енді жақсылық болсын. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.